құрметті балалар. Бүгін біз ерлік ерге мұра атты сабақ конференциямызды бастаймыз. Бұл конференцияда Ұлы Отан соғысында ерлік көрсеткен ата-бабаларымыздың ерлік істерін қастерлеп, үлгі тұтамыз. Сегодня мы вспомним о подвигах казахстанского народа во время Великой Отечественной войны. Ал балалар, сендерге бір сұрақтан бастағым келеді. Сендер бақыттысыңдар ма? Біз бақыттымыз. Неге сендер бұлай ойлайсыңдар? Дәлелдеңдер. Мен бақыттымын, өйткені отбасым аман. Мен бақыттымын, өйткені менің отбасым қасымда. Мен бақыттымын, өйткені менің отбасымда бейбітшілік бар. Мен бақыттымын, өйткені біздің елімізде бейбітшілік бар. Мен бақыттымын, өйткені менің отбасым білімді. Мен бақыттымын, өйткені менің әкемде жұмысым бар. Мен бақыттымын, өйткені менің әкем анам бар. Мен бақыттымын, себебі халқымызда мейірімділік бар. Мен бақыттымын, өйткені менің денсаулығым мықты. Мен бақыттымын, өйткені біздің үйде көп адам бар. Мен бақыттымын, өйткені біздің отбасымызда адамгершілік бар. Мен бақыттымын, себебі біздің елімізде соғыс жоқ. Мен бақыттымын, өйткені біздің денсаулығымыз бар. Өте тамаша балалар. Аспанымыз ашық, бейбітшілік арқасында біз бақыттымыз. Бірақ балалар, үнемі олай болған емес. Олар жауынгерлерді, балаларды, қарттарды өлтірді. Осы соғыста қазақстандықтар да өз қаһармандығын көрсетті. Бұлт төнеріп аспаннан, талай көзден жас тамған, төрт қиылдан жау тиіп, қырғын соғыс басталған. Отанымызға қатерлі күн туды. Отанымызды қорғау үшін еліміздің көптеген ер азаматы майданға аттанды. Мен қазақпын, жаралған сүйіп кеткен. Менде ар бар, менде ой бар, жан тербеткен. Халқымның қарапайым бір ұлымын, жанымды арым үшін құрбан еткен. Қаһарлы күндер өтті арпа алыста, құныққан қан ғұмырлар қанша қысса, ызғынбай болат қорған армиямыз бір адам басарпады алтай тұста. Тойтарып анталаған жалын бетін, көрсеткен батырлығын құдіретін, 28 батырын туған елін, ардақтап мәңгі жасар құрметін. Жанындай сүйген халықты, ерлерді мәңгі данықты, өнеге тұтып өсеміз Әлия Мәншүк Мәлікті. Көгершіннің қанатына біз тілек жазайық. Өздерің қандай қорытынды жасадыңдар деген шығарады. Ақ көгершін балалар, ендішінің құсы деп, соның қанатына өздерінің бүгінгі сабақтан қазалдыңдар өздеріне. Қандай тілек айтар едіңдер болашақ ұрпаққа? Осы құстың қанатына жазып ойланып.
покуда сердца стучатся. Помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Есть такие. Везде сақтаймыз, мақтан тұтамыз. Мы помним, мы гордимся. Осы еске сақтап память о павших, давайте минуту молчания. За сіздік минуту. Урок конференция Евгения Мурат. Ну, мероприятие началось с вопроса, почему дети счастливы. И тут уже начиналось, тут уже виделось то понимание, что дети понимают и осознают ценность семьи и мирного неба над головой, потому что ответы детей, по ответам детей это было видно. Таким образом подвели к теме мероприятия. Было очень много достоверных фактов о Великой Отечественной войне, а значит, учащиеся владеют информацией, и таким образом, конечно, идет воспитание патриотизма. Так далее было очень много сказано о героях Великой Отечественной войне, был очень такой пронизывающий видеоролик, мы просмотрели, прослушали песню. Прямо вот в этот момент, я знаю, наверное, у каждого из коллег наворачивались слезы, мурашки по телу. И хочу, наверное, не только я одна заметила, я хочу отметить, что поведение детей до такой степени было патриотично, когда они писали пожелания, по-моему, на птицах. Я смотрела на выражения детей, на их лица. Но ни один не улыбнулся. Это было до такой степени патриотично. Вот прям выражение лица это все выдавало. Такие они большие молодцы. Стихотворения были очень хорошо подобраны. Эмоции детей, дикция. Так. Хотела еще отметить, что мероприятие методически было выстроено очень правильно, очень грамотно. Каждый номер был продуман, и в итоге подвели к независимости нашей республики и закончили патриотичной песней. Конечно, тут нужно отдельную благодарность выразить педагогу
сразу виден профессионализм, так грамотно все выстроено. В общем, от вашего мероприятия получили, ну, прям суперские эмоции. Наверное, как каждый, кто там присутствовал, мы с таким выражением вышли. Хочется вам пожелать, чтобы вы в таком духе воспитывали детей. Спасибо.